жаңағы айтқан аят. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қала Аллаху Таала, Алла Таала фи китабихи, өз кітабында мына сөзді айтқан дейді. Фавалли қад нара тақаллуба вajhika фис-сама фалануваллияннака қиблатан тардаха. Фавалли вajhaka шатрал масджидил харам. Хайсу ма кунтум фаваллу вужухакум шатра. Менің айтқан аятым жаңағы осы жерде назыл болған аят, осы аят. Қара. Алла Таала кітабында айтқан сөзі бар. Ей пайғамбар, сенің жүзіңді аспанда әртүрлі ойлармен жүргенін, ары бері жалт-жұлт қарап жатқаныңды мен көріп тұрмын. Яғни біз көріп тұрмыз оның барлығын. Сені сен өзің ырза болатын бір қыблаға жақын арада бетіңді бұрамыз дейді. Енді фавалли вajhaka қиблата шатрал масджидил харам. Бетіңді, жүзіңді бұрғын деп бұйрық келеді. Мына жаққа қарап тұрған кезде. Бұйрық келген кезде харам мешітіне қарай бұрғын жүзіңді, Каабаға қарай. Хайсума ва хайсума кунтум фаваллу вужухакум шатра. Және қай-қайсың қай жерде болсаңдар да осы жаққа қарай жүздеріңді бұрыңдар деп Каабаны айтқан. Түсіндіңдер ме? Міне осы аят назыл болған осы жерде. Мына біреу, екеу осы екі. Екі қатар. Көрдіңдер ме? Бірақ Құран ішінде келеді бұлар, осы аяттар. Құранның ішіндегі аят қой, иә.